үлкен ақсақалдары бір жиынға келгенде, жиналысы құрылтайында осы қамшымен ымдасып, қамшымен сөйлескен дейді. Мына дауларды осы қамшымен тоқтатқан, біріне бірі қарсы келмеген, айғайламаған, дауға қарсы шықса, қамшыны ортаға лақтырған, бұның белгісі мен қарсымын бұған деп. Төкөздер айтпаған. Сол сияқты қамшының нелері көп өте. Және тағы да бір несі, мына қазақ үйге ырымдап қамшылет. Бұның бәрі тәртіп қой өнеге шіркін. Біле білген адамға. Бұл жаяғы бүйтіп ұстағанға мәз болған емес қой. Енді ұзын қамшылар болады, онымен ол шаруашылық, мал бағат, жылқы бағат деген сияқты. Мал айдайды. Әдемілікке де ұстайды. Мына қамшының, мысалы мен айтайынға сізге, мынаны сап дейді, бәрін білесіздер. Сап, мынау бас дейді, мына жері. Бас. Мына жері бүйіршөк дейді. Мына жер алақан дейді мынаны. Алақан, мына. Мына жері бүйіршөк. Бұл жерді мына қайызбенен жіңішке қып тұрып, таспағып, бүйтіп бүріп тігеді бұны, ыдырамасын деп.